Сәлем баршаңызға. Сіздерге керемет рецептімен бөлісетін боламын. Жылтырлақ қанаттар рецепті видеоның астында жазылған. Бізге керекті соевый соус, паприка, мед, сарымсақ, қанаттар керек. Ең алдымен қанаттардың керек емес жерлерін кесіп тастаймыз. Қанатты екіге немесе бірге бөліп істеуге болады. Қанаттарымызды кесіп болғаннан кейін үстіне сарымсағымызды езіп саламыз. Одан кейін медымызды салып, паприкамызды саламыз. Соевый соусымызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бетін целлофанмен жауып 15 минут қоя тұрамыз. 15 минут өткеннен кейін формамызға қанаттарымызды салып, 120 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Қанаттарымыз жылтырап дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын!